Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге тұшыру каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде ағаш көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Түсінде жемісті жасыл лимонды ағашын көру өміріндегі жақсылықты, рахымдылық пен берекені білдіреді. Түсіңізде үлкен жасыл ағашты көруі өміріңіздегі өсуді білдіреді. Ер адам үшін түсінде жеміс ағашының көрудің түсіндірмесі қаржылық бизнестегі сәттілік пен байлыққа жетудің оң белгісі болып табылады. Егер түс көруші түсінде жасыл бұтақтарда өсіп тұрған жүзімді көрсе, бұл денсаулықты, күш пен өмірдегі сәттілікті білдіреді. Егер жалғыз басты әйел түсінде үлкен ағашты көретін болса, онда ол қауіпсіздік пен тыныштық және тұрақтылықты білдіреді. Түсінде үлкен ағаштың астында отырғанын көрсе, қоғамда беделді орынға ие болатынын, Алланың разылығын білдіреді. Егер түс көруші түсінде үлкен және жасыл ағаштың астында тұрғанын түсінде көрсе, бұл оның бақытты және жайлы өмір сүретінін және Алла Тағаланың қамқорлығымен қорғауына ие болатынын білдіреді. Ер адам түсінде жасыл ағашты көргенде, бұл денсаулықтың және жаңаруды, өсуді білдіреді. Түсінде ағаш отырғызуды көруі өмірдің жаңа кезеңін білдіреді және жаңа жауапкершіліктің немесе жаңа міндеттерді білдіреді. Үйленген әйел үшін түсінде жасыл ағаштарды көруі оның өміріндегі жағымды нәрселерді көрсетеді. Үйленген әйел түсінде жасыл ағаштарды көруі бұл ерлі-зайыптылар арасында жаңаруды немесе болашақта жағымды беделдердің болуына мүмкін.